Саламатсыздар ма? Видеоны көрмес бұрын осы YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздерге білімленд бойынша 90-дық баға қорытуды көрсетеміз. Мына жерде бірінші 90-ды таңдап аламыз. Міне бізде бірінші 90 белгіленіп тұр. Енді онлайн мектепте журнал батырмасын басамыз. Өзіміздің сабақ беретін сыныптарымыз шығады. Сыныпты таңдағаннан кейін көз батырмасын басамыз. Жаратылыстану пәні, тағы да көз батырмасын басамыз. Енді осы жерде оқушылардың тізімі шығады. Қорытындыны көрсету батырмасын міндетті түрде басамыз. Сол кезде қазір біз Бимахамбет Аслайды қорытамыз. Қорытынды бағасын қоямыз. 5 және де 90-ды аяқтау батырмасын басамыз. Бұл міндетті түрде. Себебі бізге бағасы сақталу керек. 90-ды қорыттық, бағаны қойдық. Енді сақталған, сақталмаған көру үшін қайтадан журнал батырмасын басамыз. 5А сыныбына кіреміз. Осы жерде көпшілігі қате кетіп жатыр. Мына жерде қорытындыны көрсету батырмасын баспай, мына жерде пайыздарын шығарып кетіп жатады. Сол үшін міндетті түрде қорытындыны көрсету батырмасын басамыз. Міне біздің қорытқан бағамыз Бимахамбет Аслайға шығып тұр.